шаңырағыма құт қонсын десеңіз. Жаратқанға жарасқан жалғыздық адамға жараспаған. Адам сыңарымен бақытты, жұбымен көркем. Екі жарты қосылып бір бүтін бола алады. Өмірде өз жартыңды табу да оңай емес. Таптың ба, тас қылып ұстап айырылма. Еркек, отағасы, қорғаның мен берекелі ризық несібеге толы табысыңның бастауы. Бірақ есіңнен шығарма, мал таппайтын еркек жоқ, құрарын айт. Құрайтын адал, асыл жар. Әйел жүрген жер мейірім махаббатпен, ынтымақ ырысқа толы. Бақыт әйелдің табағында, еркектің қабағында. Отбасымнан құт кетпесін десеңіз, табағың майлы, мінезің жайлы болсын. Бақ бағалағанның басында, құт қадірін білгеннің қасында жүреді. Әйел не құрлым сұлу болған сайын, ол соғұрлым адал болу керек. Сұлулықтан келетін кесапаттың барлығын адалдық қана жеңе алады. Біздің берекеміздің тасып жатқаны аналарымыздың адалдығынан, әкелеріміздің қамқорлығынан. Ұрпағым ұлағатты болсын десе, ерлі-зайыптылар бір-біріне деген сүйіспеншілігін жоғалтпасын. Соңғы уақытта жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптаған коучтар мен тренингтер біздерді дәстүрлі өз жолымыздан адастыруда. Әсіресе әйелдер жағына ықпал етушілер көбейді. Ішіңдегіні бүгіп қалма, бетіне айтып таста. Сенің терезең күйеуіңмен тең. Үйдегі бар шаруаны сен істеуге міндетті емессің. Байың, қонағың кафеде күтсін. Сен оған тамақ істеп беру үшін теген жоқсың. Өмірге бір-ақ рет келесің, күйеуіңнің тапқанын тек өзіңе ғана жарат, деген жаңсақ пікірлер бүгінде әлеуметтік желіден желдей есуде. Әйел еріне бойсұнбаған жерде береке бола ма? Қонағы келгенде қазаны қайнамаған үйдің ер азаматында қадір бола ма? Құдайдан кейінгі құдайың, құдай қосқан қосағың емес пе? Әйел билеген үйден қыз алма деген атам қазақ. Анасынан көргенін істейді дегені болар. Жанұясы жайма шуақ жұбайлардан үлгі ал. Берекенің бастауы сол үйде. Бақ ауады, ырыс жұғады. Жақсыларды жанай жүрсең, сенің де шаңырағыңа құт қонады бауырым. Мақсат Ысқақов.